саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қаңқа сүйектерінің байланысы. Дәрісте қамтылатын негізгі сұрақтар: бірінші, қаңқа сүйектерінің байланыс түрлері, олардың жалпы сипаттамасы, сүйектердің тұтаса байланысының түрлері. Екінші сұрақ: буынды байланыстың құрылысы және түрлері. Үшінші сұрақ: біліктік және шеткі қаңқа сүйектерінің байланыс ерекшеліктері. Төртінші, сүйектер байланысының дамуы. Қаңқа сүйектерінің байланыс түрлерін зерттейтін морфология ілімінің саласын синдесмология, грек тілінен алғанда сын, байланыс, десмос, дәнекер, логос ілім деп атайды. Сүйектер байланысы лунктуре, осиум, артикулационес. Қаңқа сүйектерінің бір-бірімен өзара белгілі заңдылықпен байланысып, сүйектер жүйесінің денедегі қимыл-тіректік қорғаныс қызметтерін атқаруын қамтамасыз етеді. Организмде атқаратын қызметіне байланысты қаңқа сүйектерінің бір-біріне түрліше байланысады. Негізінен қаңқа сүйектерінің байланысының екі түрлі болады. Олар сүйектің тұтаса байланысы, синатросис, және сүйектердің қозғалмалы байланысы немесе буынды байланыс, диатросис. Қаңқа сүйектерінің бір-бірімен түрлі ұлпалар арқылы өзара тұтаса байланысады, яғни байланысқан сүйектер аралықтарында қуыс қалмайды. Қаңқа сүйектері тұтаса байланысын жануарлар организмде олардың байланыстыратын ұлпаларға байланысты 5 түрі ажыратылады. Бірінші, сансаркосис. Қаңқа сүйектерінің бұлшықеттері арқылы байланыс, жауырын тұлған көкірек керегесімен байланысы. Екінші, синоластросис. Қаңқа сүйектерінің серпімді талшықты, дәнекер ұлпа, эластинді ұлпа арқылы байланысы, бас сүйек, шүйде сүйегімен, мойын және көкірек омыртқаларымен, желке және омыртқа аралық эластинді байламдар арқылы. Үшінші, синдесмосис. Қаңқа сүйектерінің дәнекер ұлпасы арқылы байланысы. Синдесмоз өз кезегінде дәнекер ұлпары аралықтың құрылысына байланысты 3 түрге бөлінеді. Бірінші, жарғақтық мембрана. Қаңқа сүйектерінің коллаген талшықтарынан тұратын жұқа жарғақпен байланысы. Шүйде, атлант буынының жарғы, құйымшақ пен жамбас сүйектер аралықтарында жарғақ. Екінші, байлам, лигаментум. Берік коллаген талшықтары шоғырланып құралған сіңір балам мен сүйектердің байланысы. Иттің кәріжілік шынтақ сүйегін жалғастырып тұрған сіңір байлам. Үшінші, жік, сутура аралықтарының тым жұқа дәнекер ұлпары аралықтарында сүйектердің байланысы. Жіктік байланысқа жас түлдер бас сүйектерінің өзара жіктермен байланысы жатады. Жіктер пішінінде байланысты 3 түрге бөлінеді. Тегіс жік, сутура планы, тісше жік, сутура серрата, және қабыршақ жік, сутура сгумоса. Саншондросис қаңқа сүйектерінің шеміршек ұлпасы арқылы байланысы. Омыртқалар дәнекерлері арасында төс сүйек бөлшектері аралығында. Бесінші, синостосис. Қаңқа сүйектерінің сүйек ұлпасы арқылы байланысы немесе сүйектің сақа жануарлар бас сүйектерінің құйымшақ омыртқаларының жамбас сүйектерінің кейбір тізе тілірсек сүйектерінің сүйектенуі. Буынды байланыс, диатросис немесе буын, артикулация. Қаңқа сүйектерінің буын қуысы арқылы бір-бірімен өзара қозғалмалы байланысып, организмде түрлі қимыл қозғалыстарды қамтамасыз етеді. Буын қуысында байланысатын сүйектер бастарын майлап тұратын қоймалжың сүйек синовия болады. Буынның құрылысы: буын қапшығы, капсула артикулярис. Буынды құрайтын сүйектер бастарының сыртынан қаптап, буын қуысына синовияның ағып кетпеуіне қамтамасыз етеді. Буын қапшығы сүйектерінің тікелей жалғасы. Буын қапшығы өз кезегінде 2 қабаттан тұрады. Талшықты фиброзды, жарғақ мембрана фибросы, сыртқы сүйекте қаптың талшықты қабатының жалғасы. Синовиалы жалғақ мембрана, синовиалис, синовияны бөлетін бір қабат немесе бірнеше қабат жалпақ дәнекер ұлпалық жасушалардан тұратын ішкі қабат. Буын қуысы кавиум артикулярис. Буынды құрайтын сүйектер бастарының арасынан қуыс
буын қуысында сүйектер қаптап тұрған буын шеміршек бетімен майлап тұратын қоймалжың сұйық синовия болады. Оның 98% су, 2% протеин. Буын шеміршегі картилага артикулярис буынның құрайтын сүйектері бастарының буындық беттерін қаптап тұратын гиалинді шеміршек ұлпасынан тұрады. Буын шеміршегі синовия арқылы қоректенеді және өзінің ыдырау өнімдерінде синовияға шығарады. Буындылардың жіктелуі жануарлар қаңқасының буындар құрылысына байланысты қарапайым буындылар және күрделі буындар болып екі топқа бөлінеді. Қарапайым буындар екі сүйек бастарынан құралған оралдың аралығында синовияға толған бір буын қуысы тіл асты сүйек буындары, шүйде атлант буыны, біліктік атлант буыны, иық буыны, жамбас, ортан жілік буыны, бақай буындары болады. Күрделі буындар құрайтын негізгі екі сүйек бастарының арасында бір немесе бірнеше қатарда орналасқан майда сүйектер болса, шеміршектер аралықтары болады. Нәтижесінде күрделі буындарда екі немесе бірнеше буын қуыстары самай, төмен жақ буыны, шынтақ буыны, тобық буыны, тізе буыны, тілерсек буыны болады. Қаңқа буындар қызметіне байланысты бір білекті буындар, қос білекті буындар, көп білекті буындар және сырғанай қозғалатын буындар болып төрт топқа бөлінеді. Бір білекті буындар қимыл тек бір білекті бойымен жүреді. Бір білекті буындарға сүйектер бастарының пішіні шығыр тәрізді буындар, шынтақ буын, тізе, тобық буын, тілерсек буын, бақай буындар, цилиндр тәрізді буындар, білік, атлант буыны және брамда тәрізді буындар, жылқының тілерсек буыны жатады. Қос білекті буындардың қимыл бір-біріне перпендикулярлы екі біліктік бойымен жүреді. Қос білекті буындарға сүйектер бастарынан пішіні сопақ буындар, шүйде, атлант, самай, төмен жақ буыны және ер тәрізді буындар, күйіс қайтаратын жануарларда қабыртқа, омыртқа буындар жатады. Көп білекті буындар қимыл бір-бірімен перпендикулярды, үш немесе одан да көп біліктік бойымен жүреді. Көп білекті буындарға пішіні шар тәрізді буындар, иық буындар, жамбас, орта жілік буыны жатады. Сырғанай қозғалатын буындарға сүйектер бастарының пішіні жалпақ буындар, омыртқалардың краниальды және каудальды буындық өсінділерінің буындары, құйымшақ мықын буыны жатады. Буындыларға қозғалатын түрлері жазылуы: эстенезия, бүгілу, флексия, алыстау, абдукция, жақындау, аддукция, айналу, ротация, сыртты айналу, супинация және ішкі айналу, пронация. Буынның көмекші мүшелері шеміршек дискі, шеміршек, тігершік байламдар, тиекші сүйектер. Біліктік қаңқа сүйектерінің байланысы: бас сүйектің байланысы түрлі жүктерден тегіс, тісше, қабақша буындар, самай, төмен жақ буыны, тіл асты сүйек буындарының буыны. Омыртқалар байланысы: синхроз, омыртқа денелерінің байланысы, синастроз, құйымшақ омыртқаларының денелері, синдесмоз, омыртқа доғалары, қарапайым жалпақ буындар, омыртқалардың буын өсінділері. Омыртқа буындыларға байланысты байламдар: сегментарлы байламдар, доғаралық, жоталық, өсінділер аралық, көлденең өсінділер аралық, жалпы байламдар, дорсальды ұзын байлам, вентральды ұзын байлам, жота үстілік байлам, желке, арқанша және тақташа бөліктер. Буындар: шүйде, атлант буыны, атлант, білік буыны. Көкірек керегесі сүйектерінің байланысы: буындар, қабыртқа, омыртқа буындары, қабыртқа бастарының буындары, қабыртқа, көлденең өсінділер буындары. Күйіс қайтаратын жануарлар мен шошқаларда төсек, тұтас дене буыны, қабыртқа, төсек буындары. Байламдар: буыншы байламдар қабыртқа басы мен омыртқа ойысын жалғастырады. Қабыртқалары бастары аралық байламдар. Аяқтар сүйектерінің байланысы: алдыңғы аяқ сүйектің байланысы: иық буын, шынтақ буын, латеральды, медиальды бүйір, тізе буыны, ұзын және қысқа бүйір байламдар. Қатар аралық байламдар: сүйектер аралық байламдар, бақай буындары, тұсамыс буыны, бүйір байламдар арнайы, тиекше сүйек байламы, топай буыны,
бүйір байламдар, пальмарлы байлам, тұяқ буыны бүйір байламдар, жылқыда тұсамыс тиекші байламдар, тұяқ тиекші байлам, жұп тұяқты жануарларда тұяқ аралық крест тәрізді байламдар. Артқы аяқ сүйектерінің байланысы құйымшақ мықын буыны, дарсальды ұзын және дарсальды қысқа құйымшақ мықын байламдар, құйымшақ шондонай байламдар, жамбас ортан жілік буын көлденең байлам, байлам жылқыларда жұмыр байлам, тобық буыны, тобық сүйек буыны көлденең латеральды және медиальды, ортан жілік тобық байламдарда тобық сүйектердің латеральды, ортаңғы медиальды, тік байламдары, ортан жілік асықта жілік буын, ортан жілік тігіршек байлам, алдыңғы астқы жілік тігіршек байлам, артқы астқы жігір латеральды және медиальды бүйім байламдары, буын ішінде крест тәрізді байламдар, тілерсек буыны, ұзын, қысқа және медиальды байламдар, қатары аралық, сүйек аралық байламдар, дарсальды плантарлы тілерсек байламдары, бақай буындары. Сүйектердің тұтаса байланыс түрі сүйектер аралық мезенхимадан, ал буынды байланыстар сүйек аралық мезенхимадан ыдырауын, буын қуысы мен ондағы синовия буын қапшығы, буын шеміршегі байламдар мезенхимадан дамиды. Бақылау сұрақтары: қаңқа сүйектердің тұтаса байланысының түрлері. Екінші сұрақ: буынның құрылысы, олардың түрлері. Үшінші сұрақ: біліктік қаңқа сүйектерінің байланыс түрлері. Төртінші: аяқтар сүйектерінің байланыс түрлері. Бесінші: сүйектер байланыстарының дамуы. Назарларыңызға рахмет.